Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода дүниежүзі тарихы пәнінен 1-ші тоқсанның 2-ші бажабысынан талдау жасап беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетеміз. Және де каналда 5-ші сыныптың басқа да пәндерінен 2-ші бажабы жауаптары шығып жатыр. Кіріп қарап көрсеңдер болады. Бажабы талдау деген плейлист бөліміне өтсеңдер, барлық бажабы жауаптары бар, және де жақын арада тжб жауаптары да шығатын болады. Ендеше сабақты бастаймыз. Ежелгі Египет бөлімі бойынша жиынтық бағалау алынатын болады. Бізге берілген уақыты 20 минут және де 2 тапсырма бар екен. Бірінші тапсырма: төмендегі ғылым салаларының пайда болуына шаруашылық пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын анықтап жазыңыз дейді. Яғни математиканың, геометрияның, астрономияның, медицинаның ежелгі Египеттегі шаруашылық пен әлеуметтік өзгерістерге ықпалын жазатын боламыз. Яғни математика саласының даму арқылы шаруашылық саласы дамыды. Адамдар есептеу арқылы сауда саласының дамуына әсер етті. Келесі геометрия. Адамдар фигураларды ажырата алу арқылы геометрияны білді. Яғни 4 бұрыш, 3 бұрыш, дөңгелек сияқты фигураларды білді. Келесі астрономия. Астрономия навигация және уақытты айту үшін маңызды болды. Бұл ауыл шаруашылығына сыни әсер етті. Нил су тасқынын болжау үшін астрономиялық бақылаулар, сондай-ақ ай мен күннің циклдарына негізделген әртүрлі күнтізбелер пайдаланылды. Бұл өз кезегінде аспан денелерінің қозғалысын есептеу үшін геометрияны білуді қажет етті. Келесі медицина саласы. Ежелгі Египеттегі медицинада экономикалық және әлеуметтік аспектілермен терең байланысты болды. Халықтың көбеюіне және әлеуметтік құрылымның күрделенуіне байланысты медициналық білімге деген қажеттілік артқан екен. Келесі бізде 2-ші тапсырма: әлеуметтік топ өкілдерінің қызметін жазыңыз. Яғни құлдар, шаруалар, қолөнершілер және перғауындар. Алдымен құлдарды талқылап кетейік. Олар тұрмыстық еңбекте ежелгі Египеттегі құлдар бай мысырлықтар мен перғауындардың үйлерінде жиі еңбек міндеттерін атқарды. Олар үй шаруасымен, бала күтімімен, егістікпен айналысқан. Құрылыс саласында көптеген құлдар пирамидалар сияқты ұлы ескерткіштерді салуда жұмыс істеді. Олардың жұмысы физикалық тұрғыдан қиын болды және үлкен күш-жігерді қажет етті. Келесі әскери қызметте құлдардың рөлі. Кейбір құлдар, әсіресе егер олар соғыс тұтқындары болса, соғыста қызмет еткен болуы мүмкін. Келесі шаруалар. Ауыл шаруашылығында шаруалардың негізгі қызметі жер өңдеу болды. Олар астық, көкөніс, жеміс-жидектерді суару әдістерін қолданып, өнімділікті арттырумен айналысты. Егін орағы. Егін науқаны кезінде шаруалар егінді жинап, өзін де мемлекетті де азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін егіс алқабында еңбек етті. Салықтар мен еңбек баждары. Шаруалар фараонға әдетте астық немесе еңбек түрінде салық төлеуге міндетті болды. Бұл елдің экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етті. Келесі қолөнершілер. Олар өндіріс саласында шеберлер, құрал-саймандар, керамика, киім-кешек және керек-жарақтар сияқты әртүрлі тауарларды өндірумен айналысты. Олардың өнері көбінесе ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырды. Құрылыс және безендіру. Көптеген қолөнершілер ғибадатханалар мен қабірлерді безендіру үшін жұмыс істеді. Қабырға суреттерін, мүсіндерді және салттық мақсаттарға қызмет ететін басқа сәндік элементтерді жасады. Шатыр және құрылыс жұмыстары. Шеберлер әсіресе Февия және Мемфис сияқты ірі қалаларда шатыр және құрылыс жұмыстарына қатысты. Келесі бізде перғауын, яғни фараон деп жатады. Саяси билік. Перғауындар Египеттің ең жоғарғы билеушілері болды және абсолютті билікке ие болды. Олар ел билігіне, соғыс пен бейбітшілікке қатысты маңызды шешімдер қабылдады. Діни рөлдерде перғауындардың рөлі. Перғауындар жердегі құдайлардың бейнесі болып саналды. Олардың іс-әрекеттері мен шешімдерінің діни мәні болды. Көптеген рәсімдер ғарыштық тәртіпті сақтауға бағытталған. Құрылыс және инфрақұрылым саласындағы перғауындардың рөлі. Олар ғибадатханалардың, пирамидалардың және басқа да көрікті құрылымдардың құрылысына бастамашы болды. Бұл олардың күші мен елдің гүлденуін көрсетті дейміз. Енді осы жауаптарды жазып аламыз оқушылар. Осымен бүгінгі біздің бажаба талдауымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, достарымызбен бөлісіп кетеміз.